Пойраз өлгеннен кейін Айшагүл қатты күйзеліске түсті. Қамалып жылап отырды. Әкесі есікті қағып тұрды. Ол ашпады. Күндер, айлар, жыл өтті. Ол бірақ Пойразды ұмыта алмады. Көшеге шыққанда ол мен барған жерлерге барды. Өкіріп жылады. Адамдар жүгіріп одан не болды деп сұрады. Ол сүйіктімнен айрылдым деді. Олар оған қолдарынан келгенше көмектесті. Кітаптарды қайталап оқи берді. 2 рет ауруханаға жатып шықты. Оны Пойраздың бетінің басында жылап тұрған жерінен ұстап алып, бұл қыз есінен адасқан сияқты деп алып кетті. Қатты қиналған сонша 11 ай өткенде бұл өмірден кетем, осы азапқа нүкте қоямын деп шешті. Көлік апатына түсті, бірақ жанып жатқан көліктің ішінен оны Шынар алып шықты. Ол оны ажалдан аман алып қалды. 6 күн ауруханада жатқанда ол күніне 2 рет келді. Әр келгенде Айшагүлге гүл әкелді. Айшагүл үйіне шықты, ол үйіне келді. Шынар Айшагүлді ұнатып қалды. Ол Айшагүл туралы бәрін біліп алды. Айшагүл оған енді ешкімді сүйе алмайтынын білдірсе де, ол оны қасынан кетпеді. 2 ай келіп жүрді. Ол Айшагүлдің әлсіз жерін біліп ауылдарға барып, балаларға медициналық тексеріс жүргізді. Кейбіріне дәрігерлік орталық ашып жүрді. Оның әке-шешесі өте бай болды. Сол ауылдағы балаларға көңіл бөлуді өтінді Айшагүлден. Бұл Айшагүлге ұнады. Ол 14 ай өткенде алғаш рет жымиды. Шынармен танысқаннан кейін бірнеше ай өткенде ол өмірге қайта келгендей болды. Бірақ ол кейде Пойразды есіне түсіп кететін. Ондай кезде өзінің бұл ісі дұрыс еместей көретін. Ол тек қиналу керек сияқты болатын. Бір күні Шынар Айшагүлге үйленуге ұсыныс жасады. Айшагүл келіспеді, бірақ Шынар қайтпады. Ол Айшагүлді сүйіп қалды. Айшагүл онымен уақыт өткізгенді ұнататын, бірақ басқа сезімі болмады. Бәрі оған өмір жалғасады деді. Сол күні өлмей тірі қалдым. Бұл бір белгі. Ары қарай өмір сүруім керек. Пойраздың қайғысынан арылу үшін басқа біреуді сүюге тырысуым керек деп шешті. Пойраздың Айшагүлін өлтіруім керек деді. Айшагүл 20 ай өткеннен кейін ұсынысты қабыл алды. Шынармен үйленуге. Шынар жаңа орталық ашты. Шынардың ағасы Бахриге келіп біреу ақша сұрап жүр деді. Оған бергенше сізге берейін ол ақшаны, бізбен жұмыс істеңіз деді. Бахри келіспеді, бірақ барып әлгі адаммен сөйлесіп көрейін деді. Шынардың ағасы Бахриге айтқан адамға келіп басқаша айтты. Бахри тасымал ісін тартып алғысы келеді деді. Ол адам мен ол іске $10 миллион салдым ғой деді. Білемін, ол мені қорқытты деді. Зубхар Мелтемге келді. Компьютермен не қарап отырсың деп еді. Суреттер Иранда түсірілген деді. Ол кім деп еді. Ағам деді Мелтем. Біз оны жерледік, топырақ салдық, бетін ашып көрдік. Қанша ай өтті деп ашуланды. Ол тірі деді Мелтем. Мен солай сеземін. Ол тірі деп Мелтем қайтпады. Бізге қайтып жолықпа, бұл әңгіме ешкім білмейтін болсын. Ақша бүгін аударылады шотыңа. Жаңа жұмыс тапқанша мен сыртты қарап келейін деді еді. Бір адамға. Невра ханым алдынан шығып, қол қоятын қағаздар бар деп едің ғой деді. Жүргізуші жұмыстан кетті, ағасы апатқа түсіпті. Сол шаруамен жүрмін деді. Шынар әке-шешесілермен тамақ ішіп отырғанда Айшагүл неге келмеді деді. Заттарын жинап жатыр деп еді. Шынар бізбен бірге тұрғысы келмейтін сияқты деді Невра, Шынардың анасы. Ол жайлы келістік деп еді. Шынардың әкесі ұнамаса басқа үй жалдап бөлек шығып кетерсіңдер деді. Бұл үйде бәріне орын жетеді деп ашуланды Невра. Бахри Шынардың ағасы айтқан адаммен кездесті. Оның сөздері ұнамады. Мен бұл жерге сенің ісіңе араласпаймын деп айтуға келдім. Ал сен менің алдыма келіп осы істі қолыңа ал дегендей болдың деді Бахри. Сен ондай қателік істемейсің деді ол. Бахри ашуланып кетті оның сөздеріне. Тасымалдау ісі енді біздікі. Алдымнан шығатын болсаң, өзіңді де тасымалдап жіберемін. Менің ашуыма тиме деп кетіп қалды Бахри. Кел де мені өлтір деп тұрғандай ғой бұл деді ол. Шынардың ағасына звондап Бахриді өлтірсек қалай болады деп еді. Қажет болса болады деді ол да. Сосын Садриденге звондап әкең жедетті қорқытыпты, ол өте ашулы, кез келген іске баруы мүмкін деді. Шынар Айшагүлге көшуге көмектесуге келді. Шынар кітапты көрсетіп жақсы көресің бе деп сұрады. Айшагүл тағы Пойразды ойлап көңілі түсіп кетті. Жуынатын бөлмеге барып жылады. Шынар Айшагүлге мен сені сүйемін, бірақ сені мәжбүрлегім келмейді деді. Шынардың ағасы біреумен сөйлесті. Жедеттің жолын кесуге жақындап қалдық деді. Не себепті деп еді. Ол көп ақша сұрап тұр деді. Біздің үлестен ба деп еді. Иә, ертең маңызды іс бар деді.
Эда тыңдап тұрды. Шынар келді Эдаға. Пойраз Карайел Айшагүлдің 2 жыл бұрын қайтыс болған жігіті, интернеттен ештеме таппадым деді. Мен де қарап көрейін деді Эда. Мен де соны айтайын деп едім деді Шынар. Эда біреуге звондап жүргізуші мәселесі шешілді. Бәрі жатқасын шығарамын деді. Шынар Айшагүлді алып кетуге келді. Олар машинаға отырғанда оларға 2 адам келіп оқ жаудырды. Олар қашып кетті. Айшагүл әкесіне звондап бізге қарулы шабуыл жасалды деді. Біз полиция учаскесіне бара жатырмыз деді. Мелтемге бір жігіт флешка берді. Оны Зұлпқар алыстан көрді. Бахрилер Айшагүлге келді. Шынардың анасы да келді. Сізге жіберген белгі шығар деді Бахриге Невра. Маған берген белгі болса, оны қабыл алдым. Ол адамды да табамын деді Бахри. Сенің кесіріңнен мафиямен құда болғалы жатырмыз деді Невра баласына. Сен қолдасаң да қолдамасаң да мен Айшагүлге үйленемін. Оның көңіліне тиетін бірдеңе айтатын болсаң мені енді көрмейсің деді Шынар анасына. Шынардың ағасы жігіттер бәрін жақсы істепті. Бахри жедеттің ісі деп ойлады деді. Эда бәрін естіп тұрды. Шынардың әкесі Невраға не болды деп еді. Бахри оман біздің басымызға бәле болады деді. Не болды деп еді. Айшагүл екеуіне шабуыл жасалды деді Эда. Шынардың әкесі ол адамды кім жіберді екен деп отыр еді. Баласы білмейм, омандарға бір дұшпандығы бар. Бірден Айшагүлге тап берді. Бахриді жазаламақшы сияқты деді баласы. Шынар Айшагүлге апамның сөзіне көңіл алма деп еді. Айшагүл неге ренжейм, қандай ана болса да баласына оқ жаудыраса аласұрады ғой деді Айшагүл. Бұндай жағдай басымнан бірінші рет өткізіп тұрған жоқпын. Саған бірдеңе болса не істеймін деп еді. Ол ештеңе емес, сен мені тастап кетпе деді Шынар. Бахри жедетке келді. Өзің секіресің бе әлде мен лақтырайын ба деді. Секір деп еді Бахри. Ол тізерлеп кешірім сұрады. Ол тұр қане деді. Кешірдің бе деп еді. Жоқ, тізерлеп отқан адамды атуды өзіме лайық көрмедім деп атып тастады. Бәріміз қиналдық, неше айдан бері мына компьютерден бас көтермедің деп Зұлпқар Мелтемнің компьютерін лақтырып сындырып тастады. Мелтем кет деп айғайлады. Мен кетсем қайтып келмеймін деп еді. Келмесең келме деді Мелтем. Ол кетіп қалды. Полковникті үйінен шығарып жіберді. Ол Бахридің үйінде тұратын болды. Айшагүлдің тойы болайын деп жатырды. Ол той көйлегін киіп тұрып, кенет өзін жаман сезінді. Көйлекті шешіңдер деді. Әкесіне айтты. Әкесі келді. Кетем десең осы жерден алып кетем. Өмір бойы Пойразды жоқтап өтпексің бе деді Бахри. Пойраз тірі болып шықты. Оны Мүнтаз алып кеткен. Юрий деген Бористің адамы Мүнтазға жұмыс істейтін болып шықты. Бәрін істеп жүрген оны тірі алып қалған Мүнтаз екен. Ол Айшагүл мен Синанға айтыңдар деп еді. Олар болмайды деді. Бір адам келіп бізбен жұмыс істейсің деді. Ол мен келіспедім сендермен деп еді. Біз сені тірі алып қалдық, сен бізге қарыздарсың деді. Оларға айтпасаңдар мені өлтіріңдер деп еді. Сені өлтірмеймін, бұл жерден шығармаймын. Айшагүлдің сенсіз де бақытты болғанын көресің. Күйеуге шыққанын көресің. Синанның басқа біреуге әке дегенін де естейтін боласың деді. Борис сенің тірі екеніңді білсе, Айшагүл мен Синанды өлтірсе не істейсің деді Мүнтаз. Саған мүмкіндік беріп тұрмыз. Айтқанымызды істесең оларға қайта қауышасың деді. Айтқанымызға келіссең жаназаңды шығарған соң Синанды көре аласың деді. Айшагүл ше деп еді. Айшагүл тірі екеніңді білсе ізіңе түседі. Әскесінен көмек сұрайды. Айшагүлдің бірдеңеге ұшауын қаламасаң деді. Пойраз келістік деді. Синанға алаң болма, оған өзің бас көз боламын деді Мүнтаз. Мелтем компьютермен Пойразды қарап отырғанда оны маска киген адамдар басына қапшық кигізіп алып кетті. Компьютерін де бәрін алып кетті. Пойразды жерлегеннен кейін Мүнтаз оны қазып шығарып алды. Ол Айшагүл қалай, Синан басқалары қалай деп еді. Бәрі қайғыдан қан жұтып отыр деді Мүнтаз. Сосын жүр, сені біреу күтіп отыр деді. Оны Синанға әкелді. Ол әке сен бе, тірісің бе деп жылады. Мені кешір, сендер үшін істедім деді Пойраз. Айшагүл әпкеше, ол қатты қайғырды деп еді. Ол білмеуі керек, сен де ешкімге айтпа деді. Синанды Мүнтаздың адамы шетелге алып кетті. Олар оған қарайлаймыз деді. Пойраз Синанды қимай қоштасты. Пойразға бір адамды көрсетті. Лаңкестікпен айналысады. Соңғы рет Сирияда көзге түсті. Осы адамды тауып көзін жоясың деді. Неге мені таңдадыңдар деп еді. Сені ешкім танымайды. Сен сосын епті жігітсің деді Мүнтаз. Бүгін кешке кетесің деп еді. Ол Айшагүлді алыстан сыртынан бір рет көруім керек деді. Пойразды
бейіттің басына әкелді. Айшагүл отырды. Күнде осылай келеді. Су құяды, гүл егеді. 2-3 сағат отырады. Ешкіммен сөйлеспейді, деді Мүнтаз. Мен ешқашан кешірмейді, деді Пойраз. Шыдамай көліктен шығып Айшагүлге барайын деп жатқанда оны Мүнтаздар жібермей қалды. Пойраз бір адамға келіп, Абу Месуд қайда деп еді. Ол білмеймін деді. Оны өлтіріп компьютері мен телефонын алып кетті. Пойраз базарда лимон сатып тұрды. Абу Месудты көрді. Пойраз ол жерді өлтірген адамның компьютерінен көрді. Ол оны өлтіруге келе жатқанда алдынан бір әйел шығып көмектес деп кедергі болды. Абу Месуд Пойразды көріп қалып қашып кетті. Пойраз оның артынан келіп оны өлтірейін деп жатқанда артынан кішкентай бала келіп қару тақап тұрды. Ол балаға ашуланба деп жатқанда Абу Месуд Пойразды ұрып құлатып алып кетті. Оны орындыққа отырғызып басын қысып, сен кім жіберді? Атың кім? Кімге қызмет етесің? Неге келдің мұнда деп сұрап қойды. Түріксің бе деп еді. Жоқ, Норвегиядан, деді Пойраз. 3 нәрсе ұсынам: тұз, бұрыш, құм, деді Абу Месуд. Жақсы, мен таңдаймын, деді де бетіне ақ бірдеңе септі. Сосын оны қамап тастады. Ол Айшагүлді бір көру үшін бәріне шыдады. Олар оны күнде қинады, бірақ Пойраз ештеңе де айтпады. Ол жерде қанша уақыт болғанын да білмеді. Синан да мені звондайды деп күткен шығар, деді. Ол тек Айшагүл мен Синан үшін берілмеді. Бір күні оған есік ашып біреу келгенде оны өлтіріп қашып шықты. Мүнтаз оның алдынан шығып кеттік деп еді. Ол жоқ, ана неме әлі өлген жоқ деп қайта ішке кірді. Мүнтаз 2 адамды олмен барыңдар деп жіберді еді. Оларды атып тастады. Абу Месуд адамдарына табыңдар оны деп тұрғанда Пойраз келіп оның адамдарын өлтірді. Ол мені өлтірме деп жалынды. Пойраз оны байлап бомба кигізіп жарып жіберді. Мүнтаз бен бастығы келді. Еліңе қайтасың, бірақ бір өтінішім бар, деді. Жарайды, айтқанның бәрін істеймін, тек үйіме қайтаршы, деді. Бір тыңшымыз жоғалып кетті, соны табуың керек деп еді. Қайда, Стамбулда ма, деді Пойраз. Ол, я, сені сол жоғалған жерге орналастырамыз, содан кейін бойсайсың, деді. Борис те еліне қайтты. Ұлыңмен бірге өмір сүресің. Қалағаныңды істе, деді. Қалайсың аға деп ішке Эда кірді. Ол ұмытып бара жатырмын, әйелің, таныстырайын, деді. Не, деді Пойраз, түсінбей. Ерлі зайыпты сияқты боласыңдар, отбасының оққағары боласың. Қалғанын Мүнтаз түсіндіреді, деді. Мүнтаз жай рөл ойнайсың, үйіңе қайтасың сосын, деді Пойразға. Сен жетпей тұр едің енді, деп Пойраз Эдаға қарады.